Жетігеннің жетеуі. Жетігеннің жетеуі бұл ұғым қазақ тұрмысында қолданып жүрген музыкалы аспап жетігенге байланысты шыққан, яғни ертедегі жеті шекті аспаптың пайда болуымен байланысты. Жұрт әртүрлі ауруға, аштыққа жиі ұшырап отырған өткен заманда, қаһарлы қыстың қақан аязды күндерінің бірінде жұтта мал қырылып, ел қатты күйзеледі. Сол заманда өмір сүрген бір қарияның жеті ұлы болыпты. Көп қайғысының бір шеті қарияның шаңырағына да жетеді. Балалары бірінен соң бірі дүние салады. Қайғы басқан қария кепкен су ағашты ойып аспап жасайды. Әр баласы қайтыс болған сайын аспаптың бетіне жылқы қылынан бір шек тағып, сазды мұңға толы жоқтау әнін салады. Осы жеті түрлі әуен шығарып, әр баласының мінез құлқын, жүріс тұрысын суреттегендей болады. Үлкен ұлы Қанапия қайтыс болғанда, қария қарағым деген күйін шертеді. Екінші баласы төре алымға, қанат сынар. Үшінші баласы Жайкелдіге құмарымы. Төртінші баласы Бекенге, от сөнер. Бесінші баласы Қауасқа, бақыт көші. Алтыншы баласы Жузарға, күн тұтылды деген күйлерді арнайды. Қарт, ең соңғы кенже баласы Қайыс қайтыс болғанда ақырғы жетінші ішегін тағып, ұзақ тартылатын соңғы күйін шертеді. Шалдың балаларына арнап шығарған жеті күйі одан әрі дамытылып, ел арасына жетігеннің жетеуі деген атпен тарап кетеді. Жеті шек пен жеті тиекті аспаптың пайда болуына сол қайғылы оқиға себепші екенін деседі.